шүкір, рахмет. Әп-әдемі болып тұрсыз. Көңіл күй қалай? Жақсы көңіл күй. Тәуіржан қалай? Тәуіржан да жақсы шығар. Бүгін кішкене бір мандарин алып келгем ғой жаңа. Сол үшін рекламада ішіп пыспайды да жеп отырасыз да. Мына жерге қоя салсам болады оны. Кішкене ауырлау болып. Отырып сізге алып келіпті. Иә, болды кездесу. Фото-видео бар? Қалай өтті? Енді өткен жолы қолдаушыларыңыз бір сыйлыққа берді ғой, иә? Сол жер еді ғой. Осы жер атқа өте әдемі жер екен. Мен бірінші рет баруым. Бірақ баруымыз бір қызық болды. Айтып беріңіз. Бармай қаламыз ба деп. Негізі алдында жұма күні мен ауырып қайтып кеткен едім ғой. Эфирден сол кезде кешкісін дәрі ішіп жақсы болғаннан кейін Тәуіржанмен случайно жолығып қалғанбыз. Біз неге жұмыс бойынша Эльдармен жолыққанбыз. И Тәуіржан сол зданиеда отыр екен да. Сол кезде жолықтық, бірақ шығарып салып әйтеуір үйге сөйтті. Ертесіне таңертең осы атқа баруымыз керек болған сенбі күні. Барамыз деп келістік та, бірақ екеуміз ұйықтап қалдық. Бірақ Тәуіржан жазған, мен оқымаппын да. Сөйтіп ол ертеңге ауыстырдық ол нәрсені. Жұмыстарымызды бітіріп алайық деген сияқты. Ертесіне сағат 2-ге ауыстырдық. Сөйтіп бірдің шамасында Тәуіржан жазады, осындай жолға шығайық, енді ол жақ қаладан жарты сағаттық жерде. Менің 4-те кездесуім бар дейді. Сонда жарты сағат ары, жарты сағат бері, 1 сағатқа жетер-жетпес біз ол жерде боламыз ба, болмаймыз ба деп ойладым. Барып, суретке түсіп қайтамыз ба деген ой болды. Онда бармай қояйық дедім. Қасымда сол моментте ағам болған. Бара бер, кешке дейін демала бер өзің деді. Сосын оның үстіне достары да жазды. Жүр, Зарикош, сабыр қыл кішкене, барамыз, обязательно баруымыз керек деп сөйтті. Оның үстіне қолдаушылардың да көңілі бар. Өзіңізбен өзіңіз долданып жүрсіз бе, қалай? Иә, мен сол бір уақыт дұрыс білмегеніне. В общем, біз бірінші күні кездесу керек тұғынбыз, иә? Сол кезде сағат қателеспесем, қаншада еді? 9-да ма, 8-де ма? 9:30-да. 9:30-да жаздым, 1 сағат бұрын. Примерно есептедім, жарты сағат Заринаға дейін, жарты сағат сол жаққа дейін. Сосын бұл кісі кішкене ұйықта қалып та, мен де сол күні өзім шаршап тұрсам да азанда ерте тұрдым да, короче. Енді бүгін отмена болды, сосын 1-2 нәрсем отмена болып қалды, короче. Сіз ол кезде ұйықтап қалғансыз ғой? Жоқ, енді мен жаздым ғой. Заримен келіп шығалсын ба десеңіз, мен жүгіріп шығатын едім ғой, дайын болмасам да. Мен звондап кеш ұйықтадым да, бірақ мен тұру керекпін ғой енді. Ұйықтап қалсам да ұйықтап қалдың ба, ұйқыма деп бастайды ғой енді бұл кісі де кішкене қырсық болып тұр ғой. Жақсы. Сосын мен ладно дедім да, енді ертеңгі күні онда хорошо да ертеңге ауыссақ, ертеңге ауыстырайық дедім. Сосын ертеңгі күні тағы да қараңыз. Сағат ол жерде 2-де болу керек. Мен 1-де уже примерно планировать еттім жаңағыдай, жарты сағат туда и жарты сағат туда деген сияқты. Сосын бір кезде бұл кісі айтады, мен әлі бос емеспін дейді, короче, әлі үйге барып киінем дейді. Сосын мен ойладым да, енді менің ол кезде уже сағат 4-те встречам бар тұғын. 4:30-да примерно. И сосын, потому что мен ойладым, 2 сағат примерно сол жақта жүреміз. И жетеді ғой, 2 сағат жүрсек. Понимаете, біз ол жаққа барғанша, ладно, мен уже 2-де примерно сол жерде болдым уже. А бұл кісі примерно 3-ге жақын келді ғой, короче. Сөйтіп бұл кісі кішкене тырысып, мен бүйтіп тырысқанына қарап, сондай бір кішкене анализ жасап алдық бір-бірімізге, короче. Қырсық екен. Қырсық екен дейсіз. Иә, кішкене атқа міндік та, енді бүйтіп. Короче, атта сөйлеспедік қой, атқа дейін. Аттан түсер кезде сөйлестік қой, короче. Құлаған кезде сөйлеп бастадық. Құлап қалдыңыз ба? Иә, бұл кісі кішкене құлады, сосын телефоны бір 30 метр тауға қарай сырғанады, сосын мен басында кішкене күтіп тұрдым, тоқтайтын шығар десем, что-то тоқтайтын түрі жоқ, сосын артынан жүгіріп, в общем, сондай болды. Иә, атта күшті шапқаннан кейін түстік қой, сөйтсек жер мұз екен, білмедік та, ол жақтың табиғатын басқасы бәрі бір өзгеше ғой. Мен аяғым тайып кетіп жерге отырып жатып қалғам ғой. Мен тұрғызды да телефоны артынан жүгірді. Кішкене, короче, сразу тұрып жатқан кішкене жатады екен дейді.
қарап аспанға. мен тұрмайын дедім, болды жүрмеймін, жүргім келмей қалды. Сіз енді қырсығып жүрсіз ғой. Бұл бүйтеді еще құлайды да. Мен тұрмаймын дейді, как будто маған керек сияқты да сол. Бүйтіп қарап тұрсам, пока тұрмайын дейді. Сосын мен де пока тұрмасам, мен де ота тұрайын деп күтіп отырдым. Біз сөйлесіп қойдық, бұл бүйтті. Сөйлегісі келмеді да енді. Блин, неге именно сіздің алдыңызда құладым бір нәрсе дейді, нормально. Дедім, короче. Бірақ атпен жүрген кезде кішкене сөйлесіп жүрдік енді арасында, типа, абайла деген сияқты. Мен мысалы өмірімде мұздан көп құламайды екенмін ше. Андай адам негізі аяғы бір жақсы шыныққан болса, негізі құламау керек. Ол құлап қала беретін адам, ол аяғы әлсіз адам да. Мен үшін сондай, менің түсінігімде. Мен өмірімде бір екінші рет па, үшінші рет па ғана құлаған шығармын, кішкентай кезімнен есептегені. В общем, екінші рет қана құлаған екен да. Оның прям құлап қалғаныма ұялып кеттім ше. Сөйлеп кетіп баратырмын ғой. Мына енді қармен жүрейін деп қоям. Ол кісі енді ұстайын десе ұстай алмайды. Бүйтіп не істерін білмей қалды енді, бірақ сол моментте сөйлесіп қойдық. Бара бермейсіз ба жұмысыңызға деп қоям. 4-тен асып кетті ғой. Специально сразу шыға салмайды ғой. Мен басқа машинамен келіп тұрсам, бұл кісі машинамен келіп, специально мен асығып тұрмын ғой. Негізінде енді ойлағанмын, вдруг үлгеріп қаламыз деп. 1 сағатта бұл кісі отырып алған, 25 минут боянды машинаның ішінде. Сосын бүйтіп қарап тұрдым да ішінен дедім, амандасқан да жоқпын, короче. Шықсын дедім, сосын қалайсың десем, не істеді да, уже бүйтіп кетіп баратыр сразу, короче. Мен кете тұрсаңшы, кішкене бірге бармаймыз ба десем, жүрсіңдерші енді дейді да, короче. Құлап, біреуі тұрғыза алмай жатыр, күшті әңгіме болып жатыр. Енді жалпы таныстықтарыңызға қанша болды? 1 ай болды ма? Асты ғой, 1 айдан. Асып кетті, Енді сен жаңа айтып жатсың ғой, енді қырсықтығын байқап жатырмын деп ше. Негізі осы уақытқа дейін бір жеке кездесу болды ма? енді қашан көрсек мобил ұрып болады, біресе анау болады, біресе водитель болады, біресе көрші ма, білмеймін енді, бәрі жүреді. Қазір енді жұмыстың несімен бір кісі жүр, енді историядан көріп жатырық қой жалпы. Білмеймін, жалпы сіздерде бір болады ғой енді, қыз бен жігіт болғаннан кейін, 1 айдан асқаннан кейін бір жеке отырып, бір падушам сөйлесіп, чотан бір танысайықшы, дұрыстап деген айтқан жоқ па? Менің көзқарасым просто екеуің бір-бірлерінің жұмыстарыңды көтеріп жүрген сияқтысыңдар просто бұл. Жұмысты білмеймін, бірақ бізде шынымен Тәужан жеке өзі келіп, Зареме сен алып кетейін деген сияқты моменттер болмаған. Біз бір адам болады жанымызда, солай кездесеміз. Бірақ енді тамақтанған уақытта бөлек отырамыз. Мысалы, Тәужан алдыңғы жұма күні ғана айтқан еді, мен саған не ұнайтынын білемін деген сияқты. Бірақ мысалы маған мандариндер ұнамайды. Мен ұнамайтын нәрсесін алып келейін дедім да. Бірақ все-таки съедобный нәрсе. Андай өз жемесе де болады, мысалы біреуге қуантса болады, или там қасындағыларға берсе болады деген сияқты. Сіздердің қарым-қатынастарыңыз қызық екен негізі. Кішкене басқаша болып тұр, Басқаша. Зарина, сіз өзіңіз мысалы оңаша кездесуге қарсы емессіз? Мен қарсы емеспін. Онсыз да бір адамдар жүретін жерде жүреміз ғой, бір жалғыз өзімізге қалмаймыз ғой ешқашан. Мен бай ойлап жүрмін ғой, короче, если тек екеуміз ғана отырып қалсақ, типа біртүрлі болып қала ма деген, оны мен ойлаймын да, бірақ все-таки кездесуге келген кезде біз барыңдаршы, ары қарай басқа жаққа барып тамақ ішіңдерші, біз өзіміз отыра берейік. Қыз балалар көбіне енді ортада қандай, жеке қандай, оның барлығы біз үшін қызықты да. Және де Зарина негізі бұл тарапты дұрыс істеп отырған сияқты. Өзіне не ұнайды, не ұнамайтынын ашық түрде көрсетіп, мінезі қалай бар, солайда сізде керісінше сол нәрсені байқамайтынсыз да, сізге сол нәрсе ұнамайтын. Типа любой нәрсеге көне береді деген сияқты. Енді көнбейтін қыз келіп тұр. Керісінше бұл қыздың қалай айтса болады, жеке кездесіп, әйтпесе андай бір приятельский отношение болып кететін сияқты көп. Жалпы менің ойым өзімнің неге жұптық туралы айтып жатырмыз ғой, өткен эфирда да айтып жатыр барлығы. Бұл кісілер неге жатыр да, подаркасын как всегда әкеліп жатыр. Енді олардың барлығы жаққан шығар, но мына қазіргі әкелгені бір жақпаса да енді жарайды деп айтаса болады да, негізі соны тістеп бір айтып кеткені бір дұрыс емес. Жоқ енді бір айдың ішінде мен осы көп нәрсе жемеймін, онсыз да жейтін нәрселерім азақ қана, сол мандарин қатты көп жемейтінді білсе болады ғой деймін да, болды. Шар просто сен каждый бір мелочьті айта берсең, одан уже таудай дүние шығады да, ол арты жақсылыққа апармайды. Бірақ та мысалға да оның организміне жақпаса, ол деген Тәуіржанға ұнасын деп жылап сықтап мандарин жеп отырмайды ғой. Рахметін айтты, одан артық не керек, просто мен жемейтін едім деп болашаққа айтып жатыр, болды. Сендерге өздерінің пікірлерін ұнайды, ұнамайды қыздар айтса, сендер айтасыңдар, мә бұл қыз деген тәкаппар, өзіне осындай бір планка қойып алған, менсінбей тұр. Ұнамайтынын айтпай үндемей отырса, мына қыз не интересная, скучная деп шығасыңдар. Не керек маған, не ұнайды деген сияқты. Содан кейін уже қыздан талап етесіңдер. Осыған енді мынандай нәрсе ғой, мен ойлаймын да, жалпы қош келдіңіз. Енді білмеймін, алдыңғы жолдары енді Маржан ханыммен таныстықтарын байқап едік қой. Енді Маржан ханымда шынымен ең үлкен қателіктерінің бірі Тәуіржанды ұнататынын өте ерте бастан көрсетіп қойған момент. Зарина негізі сезімі әжептәуір ашылған уже да, бірақ көрсетуге қорқады. Себебі сол история қайталанып кетеді ма дегендей. Жоқ, тұрсын ғой, енді құлап қалғаннан кейін тұруға ұялдым деген сияқты моменттер. Ол нәрселердің барлығы білеміз да, қыз балалары андай бір ұнатып тұрған ер
азаматтарының ғана көзінше солай майысып сызылып сондай әрекеттер істейді. Мысалы біздің ұлдардың көзінше құласаң сен жата бермейсің ғой, олардан ұялып тұрып кет, дальше жүре бересің, сондай нәрсе. И одан бөлек мен саған сұрақ қойғым келеді, сен негізі осы Тәуіржанның не ұнатып не ұнатпайтыны туралы сондай ақпараттар білесің бе жалпы, или тек сен кім біледі ма? Тәуіржанның сүйікті тамағы дейді, мысалы. Нені жақсы көреді дейді? Бұл кісі әр кезде әртүрлі тамақтанады ау деймін. Енді айтып. Или мен де бүйтіп тұрайын ба? Жарайды, мен қандай фрукт жақсы көрмеймін деп мысалы. Енді әңгімені сіз бастауыңыз керек шығар. Мен есігіңізді барып ұрып тақылдатып, Тәуіржан шық кездесейік деп шақырып алайын, или мен давай сен қандай тамақ ұнайды, қандай түс ұнайды деп мен сұрамаймын. Менен сұрамаса, мен ештеңке сұрамаймын. WhatsApp'та да білесіз ғой, не істеп жатсың деп сіз өзіңіз жазбасаңыз, мен сізге жазғым келмейді. Мен қыз баласы болған соң, ол нәрсе мен үшін біртүрлі болса, мен де бір жаттап алатын едім ғой. Жаңа жалығып жатыр дейді да, жалықпақ түгілі біз әлі бауыр басатындай деңгейге жеткен жоқпыз біз. Неге көрсету керек? Жігіт тараптан өзінше бір нақты қадам болып, міне Зарина, сен маған қыз ретінде ұнайсың деген сөздер бірінші айтылмайынша, неге Заринадан бұл сөзді біз күтеміз? Алдындағыдай Маржан ханымның күйін кешіп қалмас үшін Зарина қазіргі таңда айтпайды дегім келеді да. Және де айтқым келеді, ешбір қызға ұнамайды егерде. Давай Аруна 2-де кездесеміз, 4-те мен кетем десе, мен айтам, менде шыққым келмейді, мысалы, любой қыз шыққысы келмейді. Сонда мен 2 сағатқа бола для галочки шығамын ба деген менде де наз болады негізі. Например, Нұртастың жақсы көретін тамағы қандай? Аруна жақсы біледі ғой, алдында айтты Балық ғой. тағамдарын Вот сен білесің бе ол нәрсені, потому что сен андай ішіндегі сезімің Нұртасқа ұнайды деп айтпасаң да, сенің түріңе ол нәрсе шығып қойғанда біз білеміз, сен қалай оны ұнататыныңды. Дәл сондай Зарина жақтан да біз байқап жүрміз, ол нәрсені көрсеткісі келмесе. Мен де оныкін сұрап, жаңағыдай солай бір взаимно болды да. Мен барып Нұртастан не ұнатасың сен айт деген жоқпын мен. Еркек тараптан бірінші рет болмағаннан кейін қыз не деп сұрайды? Ол айтты ғой, Гүлжан ұнатам, маған қыз ретінде ұнайды деп Зарина туралы айтты. Қашан? Айттыңыз ғой Гүлжан осы жерде. Аруна қатты сөйлеп жатыр десем, бүйтіп оң жаққа қарасам Нұртас жоқ екен ғой бәсе. Смело андай ашық Жоқ, мен қатты сөйлемеймін, негізі сөйлегенім сондай ғой, просто негізі айтып жатырмын да. Бір жеткілікті деңгейде араларыңызда бір қызығушылық болмай жатқан шығар мүмкін. Нұртас деп едім, уже кішкене басқаша сөйлей бастадыңыз, өзіңіз байқап жатсыз ба негізі? Аруна мен ойымды айтып жатыр шынымен. В общем, анда Аида, мысалы менің ойымды айтып жатыр. В общем, онда таласайық, онда кім-кімнің ойын айтады. Балауса ханым. Келгені мынандай нәрседе, Балауса ханым, жігіт өзінің қадамын жасады, таныстыққа ұсыныс жасады, кездесуге де апарып жатыр. Достаточно сен ойынан шығып жатыр деп ойлаймын. Ар жағында қалғаны 10-шы шақта, сол 10-шы шақ ол сен жақтан келмей жатыр, Зарина. Түсінесіз бе? Соны айтқым келіп тұр мен. Заринаға кездесу жасап жатқандарының барлығы бір тарапынан аз сияқты ол нәрселердің барлығы. Себебі жаңағыдай расымен де негізі таныстықтағы жігітпен жеке кездесу ол өте маңызды нәрселердің бірі. Себебі айналаңдағы адамдарға айтқың келмейтін бір өзіңнің шындықтарың болады да, басқалардың естігісі келмейтін. Одан бөлек мен енді Инстаграмды қараймыз ғой, Инстаграмда қарағанда сіздің бір сторисіңіз бүкіл жерге тарап кетіпті. Сол нәрсе туралы сұрағым келіп отыр. Негізі сіздің өзі бұрыннан бері араласатын өзіңіздің әпкеңіз сияқты бір қыз бар ғой, блогер. Сол қызға енді сұрақ қойған екен, Тәуіржан, маған қандай қыздар ұнайды, сен маған ұнайтын қыздарды білесің ба дегенде, ол қыздың жауабы енді сізді толыққан танитын адамдардың бірі деп ойлаймын. Ол қыз айтқан екен, енді саған негізі жасы үлкен, сондай қыз балалары ұнайды ғой деп айтқан екен да. Енді осы жерде бір андай сұрақ бар да, енді сіз бүкіл принциптарыңыздан аттап Заринамен танысып отырсыз ба? Себебі Зарина мен сізден жасы үлкен емес. Сізді танитын жандардың дейді пікірінше сіздің талғамыңыз мүлде басқа ғой дейді. Бұл жерде мәселе мышлениеда болып тұр ғой негізі. Маған просто мен араласатын адамдардың көбісі мен үлкен болғаннан кейін. Зарина неге ренжіп отыр десем, бір енді келген сияқты. Негізі Зарина бір кездесуге шақырмағанға бола, немесе звондамағанға бола, бір кішкене ренжіп қалатын қыз емес та. Негізі ол ситуация кіретін, түсінетін қыз да. Енді бағанада жарнама болған кезде бүйтіп тебеніп кетіп бара жатыр, енді сыртқа қарай кетіп барады. Соған қарап мен ойладым бір енді бір үлкен проблема болған шығар, енді мүмкін Тәуіржанға ренжіп қалған шығар деген сияқты. Неге Зарина бір үлкен бір мәселе болды ма, немесе әлде сол бір қыздың жанында жүргесін сен қызғанып жүрген жайың бар ма? Сен ренжіп қалдың ба сол нәрсе үшін? Жоқ, нормально ғой деп айтты маған. Енді білмеймін, қазір может басқаша айтып қалар екен. Зарина, негізі сіз мүлдем өзіңізге ұқсамай отырсыз. Сол күні бір сторисқа ма, либо прямой эфирге айтқан, Заринамен бүгін кездесеміз деп ше. Бәрі қолдаушылар күтіп отырған екен да. Маған жаза береді, Тәуіржанмен кездестің ба деп. Сөйтсем, бұл кісі жаңа қызбен кездесіп жүр екен. Жоқ, енді ол кіммен кездессе де, ол сол жоспарын былай ысырған болып тұр ғой. Ол бар, одан кейін ертесіне келіп маған ренжиді да жаңа. Не үшін мен досыммен маған айтпай кездесіп отырсың деген сияқты. Бірақ өзі таныстырды, өзіміз жаңағыдай жұмыс бойынша араласып кеттік та. Сол жағынан кішкене түсінбей қалдым да. Бәрі содан басталды ма?
иә бір сол моменттерде қырсып қалдық, дұрыс та шешкен жоқпыз. Содан ары қарай жалғасып кетті. Сондағы басты реніш сіздің жаңағы Тәуіржанның тарапынан сіз неге басқа қызбен, яғни сіз басқа жанмен кездестіңіз, және де сізбен кездесу болады деген күні Тәуіржан өзі басқа досымен кездесті. Солай болды ғой. Бір андай басқаларға үміт бермей ақ қойыңыз дегім келеді. Ол нәрсені сторисқа айтпай ақ қойыңыз, менімен жолықпайтын болсаңыз. Адамдардың бары ойлап қалады, Зарина шықпады, кездесуге бармады, Эльдармен жүр деген сияқты. Жоқ, неге өмір адамдардың ойы, неге өмір қолдаушылардың ойы, түсінбеймін вообще. Неге постоянно сол нәрсені қайтып келе береді. Мен сол ойлап қалдым. Мен де постоянно қолдаушылар алыстан алып келеді, прямо айта берсе болады, в лоб. Енді қыз баласы ғой, қыз баласы астыртын жеткізгісі келеді. Бірден тікелей мен сені қызғанамын, сенің дос қызыңмен неге кездесесің деген сияқты әңгіме болмайды. Жұмыспен түсірдік та, сосын давай видео түсіре салайық деп түсірдік, болды. Сосын содан кейін мен босадым, походу. И сол күні кездестік ау деймін. Біз неге сол күні кездестік, бірақ бұл кісі мен досымен бір неде отырдық та, бір кездейсоқ болып қалды, иә? Иә, и мен астына түсем, типа, маған айтасы болды, типа, вот, оказывается, сен не істедің, мен де осы жерде отырмын, Эльдармен деп айтасы болатын еді, мысалы, и мен оны өзім астына түсіп білу керек екен, короче, и то он маған басқа біреу айтады ғой, мына жерде Заринаны көрдім тоже деп айтады да, короче, сосын мен, қойшы деп астына түсем да, типа, и бәрі ойлап қалды, оны, типа, біз кино ойнатып жатырық, это было так деген сияқты. Бізде запланирован нәрсе болды, типа, біз потом Эльдардың, типа, қанша ақша тапқанын или там басқа нәрсе не істегенін бәрін түсіретін бізде результат болды. Тәуіржан, мойындаңызшы, қызғаныш па әлде қалай? Неге менсіз кездесу менің таныстырған адаммен қалай? Адам ғой, просто, типа, хотя бы айтасы болатын еді да, сол нәрсе жетпей қалды да, короче. Сізге бір әдейі істеді деп ойламайсыз ба? Дос қызыңызбен кездестіңіз ғой, екеуміздің кездесуімізді сырып қойып дегендей. Зарина, сіздікі қызғаныш па жаңағы? Ең бірінші кездесуде мен сұрап қойғам, танысқан кезімізде. Ол туралы айтып қойған. Просто сол күні сол жаққа бара жатырмын, немесе бүгін маған да айтқан жоқ біз кездесеміз деп. Просто қалай болады екен дедім. Мен де айтпай ақ қояйын, бұл да маған қайда жүрген жазбаса, мен де жазбаймын дедім да, жазған жоқпын. Ал бір еркелету бола ма мысалы Тәуіржан тарапынан сізді? Басқа. Бөліп, бұл сенің адам емес деп. Ал сол адам Тәуіржан болуы мүмкін деген ой бар ма? Көбірек 50%-дан жоғарырақ дегендей. Негізі сол жұптыққа бару үшін бір 70% керек ау, бірақ біздікі 70%-ға жетпейді. Қанша пайыз сізде қазір? 20. Сіздің ойыңызша қанша пайыз? 21. Жоқ, екеуіңіз де реалист екенсіздер, иә? Маған сосын бір нәрсе ұнамай қалды. Оны жарнамадан кейін айтатын сияқты. Психологқа барған ғой. Сөйтіп мен сыртымнан, ол кісілер қалай разбор жасаған мен сыртымнан.